Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын тауық етінен борщ тағамын жасайтын боламыз. Ең алдымен тауығымыздың етін суға салып қайнатып пісіреміз. Одан кейін қажетті барлық көкөністерді видеода көрсетілгендей етіп, ұсақтап, ұзыншалап турап шығасыздар. Тағамның құрамын толық рецебін видеоның астында қалдыратын боламын. Етіміз пісіп жатырған кезде біз борщқа зажарка дайындайтын боламыз. Ол үшін пиязымызды, сарымсағымызды қызып тұрған майға салып, жақсылап қуырып аламыз. Келесі кезекте сәбізімізді салып, жақсылап араластырып, біркелкі етіп қуырамыз дағы. Одан кейін қызанақ пасын саламыз. Қызылшамызды салып, араластырып, қуырып, үстінен сорпамыздан 1-2 ожау құямыз дағы. Қызыл бұрышымызды қосып, зажаркамыздың бетін жауып, бұқтырып, көкөністер дайын болғанша жауып қоямыз. Зажаркамыз пісіп жатқан уақытта тауығымызды сорпамыздан шығарып аламыз да, қайнап тұрған сорпаға 40 қабатымызды салып бір қайнатамыз. Одан кейін оның үстіне картопымызды салып, дайын болғанша бетін жауып қоямыз. Дайын болған зажарканы сорпамызға қосамыз, үстінен лавр жапырағын салып, етімізді турап сорпаға қосамыз. Мінеки осылайша борщ тағамы өте тез әрі дәмді болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Дайын болған сорпамыздың үстіне ас көк саламыз. Егер видео ұнаған болса, менің каналымды қолдай кетіңіздер, каналыма қосылыңыз, өзіңіздің пікіріңізді қалдырыңыз және достарыңызбен бөлісіп кетіңіз.